Күн достар, бүгін сіздерге арапа күні айтқа бауырсақ пісіретін боламыз. Ашытқысыз айранға иленген 15 минутта қамыры дайын болатын бауырсақ. Достар, егер де бауырсақ пісірудегі рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Қамырын илеу үшін 2 ас қасық майонез керек, сода керек, тұз керек, ұн керек және 200 грамм айран керек жылы. Dostlarının bәрі құйып, қамыр илеміз. Тұз сабалам бірінші. 200 грамм жылы айранды құям. Жылы айранымызға 2 ас қасық майонезіміз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да. Содамызды саламыз. Сода араласып болғаннан кейін айранымыз шамалы көпірейді, сосын ұнымызды сала бастаймыз. Ұн салып болған соң қасықтың көмегімен жайлап араластырамыз. Сосын қолымызбен жақсылап илейміз. Қамырымды қолмен илеп қойдым. Енді бір 15-20 минутқа тұру керек. Қамыр 15 минут тұрғаннан кейін осылай суалап жайып алам. Өте жұмсақ қамыр. Жайып болғаннан кейін осындай формамен кесіп 4 бұрыштағы бауырсақтың формасын жасап аламыз. Тұрған майымызға сөйтіп пісіретін боламыз. Өте жылдам дайын болатын бауырсақ. Ашытпайды, уақыт үнемдейді. Айранға сот салып илейсіз, 10-15 минутта пісіре бересіз. Осылай әдемі бауырсақтарымыз дайын болады. Достар, егер рецепт сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазыңыздар. Өте оңай жасалатын бауырсақ. Жасап көріңіздер. Іші үлбіреп тұр, үзіп көрсетемін.